Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кезек сабағымызды бастаймыз. Сабақтың аты объектілерді біріктіру. Орысша айтқанда объединение объектов. Ол қалай болады? Біріктіру дегеніміз мысалы мынау шеңбер мен төртбұрыштының екеуін мысалы белгілейміз ғой. Екеуін белгілеген кезде біреуін белгілесек шықпайды. Екеуін белгілеген кезде жоғары жақта мынандай бізде не шығады? Список шығады. Ол бойынша ол функциялар, яғни осы екі объектінің ара қатынасындағы іс-қимылдар, соған қатысы бар функциялар. Міне, екеуін белгілеген кезде бірінші шығады бізде слияние дейді, біріктіру. Қарап отырыңыздар. Екеуін басамын, міне белгілеймін. Ол кезде бізде слияние жасаған кезде екеуін біріктіріп береді, міне. Екіншісі, осы екеуін қайтадан белгілеген кезде бізде исключение дейді. Яғни, мына екеуінің қиылысқан жерінің өзі қиып береді. Біреуінен біреуін алып тастайды. Мысалы, қазір шеңберден кесіп тастауы мүмкін. Міне, шеңбердің төртбұрышты қиылысқан жерін қиып берді. Ctrl-Z-ді артқа айналдырайық. Бұл екіншісі, яғни исключение дегеніміз үшбұрыштың мына жерін кесіп тастау керек болады. Ол мынандай да әдіспен істеуге болады. Мысалы, алдындағы текстті алдыңыздар ғой, бір F деген, A деген әріпті алдыңыздар да, міне. Енді алып, дәл шеңбердің ортасына келтіріп, осы жерін белгілеген кезде мынандай шығуы мүмкін. Исключение деген. Осыны бассаңыздар, міне, көрдіңіздер ғой. Мынаның шеңбердің ішінде А деген әріпті кесіп тастады сізге. Міне, осындайды қолдануға болады. Және үшіншісі мынандай болады. Бізде пересечение, яғни екі объектінің ортасындағы қиылысқан, тоғысқан жерін, қосылған жерін бізге бөліп шығарып береді, міне. Міне, көрдіңіздер ме? Жеке бір үшінші объект шықты. Екі объектіден үшінші объект шығарып берді. Міне, байқап отырсыздар ғой. Енді тағы бір әдісі, ол упрощение. Яғни, қазір көресіздер, екеуінің қосылған жерін, мына бірінші исключение сияқты кесіп береді. Оны үстінен шығарсаңыздар, төртбұрыштың кесіп береді. Міне, қайсы үстінде тұр, үстіңгі слойды соны кесіп береді ғой. Енді қараңыздар, тағы бір әдісі бізде передний минус задний дейді. Яғни бетін кесіп тастайды да, мынаны кесіп және үстіндегі объектін түгел алып тастайды. Қарап отырыңыздар. Міне. Міне, көріп отырсыздар ғой. Енді мынаны астына түсірейік. Міне. Мына жерде тағы да көрсетейін. Міне, қиылысқан жерін алып тастайды және артындағы слойды алып тастайды. Міне, тағы да бір кезі көрсетейін. Міне, артында тұрды мынау шеңбер. Соны шеңберді алып тастады және төртбұрышпен қиылысқан жерін алып тастады. Келесі бізде задний минус передний. Ол дегеніміз арт жағындағысы тұрады да бет жағындағысын алып тастайды. Міне, қазір төртбұрыштың алып тастайды. Міне, көріп отырсыздар ғой. Міне, жаңағы алдыңғы әдісте артқы рядтағын алып тастаса, енді беткі слойындағы объектін алып тастайды және қиылысқан жерін кесіп алып тастайды. Міне, тағы да бір қайталап көрсетейін. Міне, көріп отырсыздар, белгілеймін. Енді үшінші бір әдісі ол мынандай. Мысалы, мына екі объектін таңдаймыз да, мынаны таңдайық. Сол кезде бізде мына сыртқы контурын біріктіріп берейін ба дейді. Қарап отырсаңыздар, бізге көрінбейді. Міне, осыны бассаңыздар шығады ғой, міне. Енді қалыңдығын беріп көрсеңіздер, міне, көріп отырсыздар ғой. Шеңбер мен төртбұрыштың қиылысын жеке бір объект қылып шығарып берді. Яғни бұл екі объектінің қосындысын біріктіріп береді да, екі объектіден жеке бір үшінші форма алып шығарып береді. Қысқаша осы объектілерді біріктіру осы. Бұл дегеніміз тек қана объект, яғни қарапайым фигуралар байланыс емес, тексті де келтіруге болады. Мысал алсаңыздар, мысалы А деген әріп болса, А емес, мен деген бүйтейін. Так, Б деген әріп ағылшынша жазайық. Осындай әріп болсын. Міне. Және мен аламда мына жердегі алып тастауым керек. Бұның мына жерін алып тастауым керек болса, мен деген осыны сызамда белгілеймін және мына жердегісін алып тастаймыз. Исключение дейді. Көріп отырсыздар ма? Сол кезде бізге осында стилизованный Б әріпі шығады. Яғни өзгертілген, құбылған. Бұны логотип ретінде қолданғыңыз келсе соны істеуге болады. Я болмаса мынандай
мына R әрпі бар болса, бұл жерде де жирный қыла салайын, төмен түсірейін, кривой ғана айналдыра салайын. Жарайды, оны кривой айналдырмай бұлай белгілейін. Міне бағанағы әдіс бойынша екеуін белгілеп, исключениені бассам, кесіп алып тастайды. Енді осы екеуінен мысалы логотип ретінде бірдеңе қоюға болады. Қысқаша объектілерді біріктіру жайлы ақпарат осы. Міндетті түрде өздеріңіздер менімен бірге жасап отырыңыздар, қайталап, тоқтап, артқа айналдырып видеоны, және жалпы түсінетін боласыздар. Мысалы, мына жердегі екеуін біріккен жерін алдын тақайдап өтейін. Мына осы екеуін біріктіреді. Келесі бізде екеуін қиылысқан жерін кесіп тастайды, яғни мынадан үшбұрыштың кесіп тастады. Үшіншісі, екеуін қиылысқан жерінен бір жеке шығарып береді бір объект, міне көріп отырсыздар. Енді тағы бір әдісі ол деген бізде ортасынан кесіп тастайды, мысалы артқы фонды кесіп тастады. Егер де артында тұрса, мынаны қазір үшбұрыштың кесіп тастайды. Мынау еді ғой. Астында үшбұрыш емес, артқы слойын кесіп тастайды. Енді мынау бізде минус передний, минус задний, мынау деген минус передний дейді. Яғни алдыңғы әдіс мына жерден кесіп тастаған болса, міне мына келесі әдіс үстіндегін кесіп тастаймын дейді. Міне. Яғни соңғы әдісі ол создать границу дейді. Яғни мынаның сыртының барлығын екі объектінің сызып береді. Оны көру үшін контурды көбейтейік, қалыңдатайық. Ал сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар, және сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.